Тәжік-Ауған шекарасында кезекті қанды қақтығыс. Шамсиддин Шохин ауданында болған атыс салдарынан 5 адам қаза тапты. Бұл соңғы бірнеше апта ішіндегі үшінші ірі шабуыл. Ауғанстан тарапынан келген қарулы топтардың мақсаты не? Аймақтағы жағдай бақылаудан шығып бара жатыр ма? ABB News оқиғаның егжей-тегжейін анықтады. Хабар мемлекеттік ақпарат агенттігінің хабарлауынша, сейсенбі күні Ауғанстаннан келген тіс тырнағына дейін қаруланған содырлар Тәжікстанның Кава ауылы маңында шекараны бұзып өткен. Сәрсенбі күні орын алған кескілескен шайқас кезінде 2 тәжік шекарашысы ерлікпен қаза тапты. Шекара қызметінің мәліметінше, жауапты атыс кезінде 3 шабуылдаушының көзі жойылды. Оқиға орнынан М16 винтовкалары, гранаталар, дыбыс өшіргіші бар тапаншалар және түнгі көру құрылғылары табылды. Бұл оқиғаның ең қорқынышты тұсы шабуылдаушылардың заманауи батыстық қарулармен жабдықталуы. М16 винтовкалар мен арнайы дыбыс өшіргіштер бұл топтың кездейсоқ контрабандистер емес, жақсы дайындалған әскери топ екенін көрсетеді. Тәжікстан билігі бұл соңғы апталардағы шекарашылар мен бейбіт тұрғындардың өліміне әкелген үшінші шабуыл екенін мәлімдеді. Ресми Душанбе шекарадағы қауіпсіздікті күшейтуді талап етіп, көршілес Ауғанстан билігіне ескерту жасауда. Шекарадағы бұл шиеленіс үлкен соғысқа ұласуы мүмкін бе? Неліктен шабуылдар жиілеп кетті? Өз ойыңызды пікірге жазыңыз. Орталық Азиядағы ең маңызды әрі шұғыл жаңалықтарды жіберіп алмау үшін ABB News арнасына жазылыңыз. Бізбен бірге болыңыз.